Қайырлы құрметті студенттер, бүгін мен сіздерді электр монтаждық тәжірибесінде көргенмен таныштымыз. Бүгін бізде 1-425 бакалавр тобымен электр монтаж тәжірибесі жалғасады. Жалпы бүгін балдар сабақта түгел ме? Рахмет. Бүгін бізде барлығы түгел болса, онда жұмысымызды бастаймыз. Ең бірінші сіздерге жұмыс бастамас бұрын міндетті түрде қауіпсіздік ережелерін таныстырып өтейін. Яғни әрбір жұмыс орнында бізде қауіпсіздік ережелері сақталуы тиіс. Сіздер бүгін көп жағдайда білесіздер, электр топтарымен, монтаж жұмыстарымен айналысасыздар. Сол үшін қауіпсіздік ережелерін сақтауға біз тиістіміз деп ойлаймын. Мен сіздерге ең алдымен бірінші бір видео материал көрсетемін, және сосын қарай жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Ең бірінші жаңа тақырыпты бастамас бұрын осы уақытқа дейін өткен сабақтарымызды қайталайық. Яғни жалпы мен сіздерге сұрақ қоямын, сол сұраққа сіздер жауап бересіз. Мысалға ешқандай жауап беремін. Сын мен кабель дегеніміз не? Жауап беремін. Сын мен кабель біз көп жағдайда қандай сымдарды қолданамыз? Екінші сұрақ, бізде жалпы дәнекерлеу дегеніміз қалай электр сымдарына дәнекерлеу? Қосылу, жалғау соларды электр сымдар дәнекерлеу, яғни қосылу, жалғау, оларды дәнекерлеу болып жатады. Все жақсы. Енді ары қарай жалғастырамын. Бүгінгі бізде жалпы мына видеоға қарап бүгінгі тақырыпты қандай деп ойлайсыздар? Айта аламын. Бүгін біз қандай жұмыстармен айналысамыз жалпы? Видеоға қарап қалай көрсек болады? Яғни электр монтаждық жұмыстармен айналысамыз. Міне өте орынды. Яғни бізде жаңа тақырып электр монтаждық жұмыстары. Яғни бізде жаңа тақырып электр сымдарын монтаждау болып табылады. Жалпы бүгінгі сабағымыздың өздері түсінген мақсаты сөндіргіштерді, қосқыштарды жасырын электр сымдарын монтаждау арқылы жалғау болып табылады. Жалпы бүгінгі тақырып бізде электр сымдарын монтаждау, яғни бұл электр сымдарын монтаждау бізде қосу, жалғау, біріктіру жатады. Яғни бүгін біз сіздермен жалпы электр сымдарын жабық және ашық түрде жалғау үйренеміз. Яғни ол бізде қалай жабық сымдар? Қараңыздар. Жалпы электр сымдар және бұл оларды біріктіру, жалғау, кесу арқылы, яғни біз электр сымдарын қосқыштарға, розеткаларға, шпецтерлерге жалғаймыз. Яғни қараңыздар, конструкция детальдардың жиынтығы деп аталады. Жалпы электр сымдарын монтаждау, яғни бекіштер, оларды қорғайтын конструкция детальдардың жиынтығы деп аталады. Яғни электр сымдарының түрлері және оларды пайдалану бізде көріп отқандарында орналасу орнына байланысты жаңа айттым, ашық және жабық түрде екіге бөлінеді. Мысалға ашық сымдар бізде қарасаңыздар, осы компьютерде де ашық, яғни қабырғаның бетімен өтілген сымдар, олар ашық деп аталады. Және де бізде екінші жалғау түрлері болады, яғни ол қабырғаның ішкі, яғни ар жақ бетінде, яғни жабық түрде жалғау ол бізде аталады. Яғни ішкі ол бізде ғимараттардың ішінде, көрінетін жерлерде орналасса, екіншісі сыртқы ғимараттар құрылыстардың сыртқы қабырғаларында орналасады. Және сондықтан олар ашық және жасырын деп екі түрге бөлінеді. Яғни міне ашық электр сымдары, яғни ол бізде жаңа айттым, ғимарат ішкі құрылыстарында орналасады, яғни ол бізде көзге көрінетін жерлерде, мысалға бізде розеткаларды жалғаған кезде, және элементтерді жалғаған кезде біз көбінесе ашық жалғау арқылы жалғап жатамыз. Өйткені ол бізге кейін оны демонтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде де ол бізге оңайлыққа түсу үшін
Мысалы қараңыздар, ашық электр сымдары, яғни бұлар қабырғалардың бетінде, төбесінде, сыртқы келбетінде жалғауға әсер етіп туғызады. Ал ашық электр жылжымалы, яғни стационарлы болуы мүмкін, өйткені олар кейін демонтаждауға да ақау болғанда жалғауға оңай болады. Және де оның артықшылықтары сіздер білесіздер, кез келген бөлігі тексеруге, жөндеуге, ашық бөлуге ыңғайлы болу үшін олар бізде ашық жалғаулар жасалады. Міне қараңыздар, ашық жалғаулар мінекей. Фото бейнеде көрсетілгендей, яғни қабырға беттерімен жүргізіледі. Ол біздің аудиториямызда да міне ашық сымдар, бірақ олар бізде тапталған, бірақ бұл бізде ашық жалғау түрінде жатқан. Екінші түрі бізде жасырын электр сымдар. Яғни жасырын электр сымдарын монтаждау, бұл жерде көріп тұрғандай жаңа айтқандай, олар уже қабырғалардың ішінде, яғни ол бізге қабырғаның бет-бейнесі көрінбейді, бірақ мына қабырғаның артында бізде көп жерде электр сымдары жатады, білесіздер, тоқ жалған кезде біз мына жарықшақтарды жалған кезде жасырып жатады. Яғни бұлар көп жағдайда бізде құрылыстардың ішкі қабатында төселеді, ішкі қабатында. Яғни фундаменттерде, қабырғаларда, жалпы тағылмыз. Жасырын электр сымдар құбырларда, металл түтіктерде, қораптарда, яғни түйік түтіктерде, құрылыс конструкциялар, ауа саңылауларында төселуі мүмкін. Яғни мен сіздерге көрсетейін, оны көрдіңіздер. Яғни қабырғаның ішіне біз электр сымдарын жалғаймыз, және оның бетін қабырғаны жоқ деп, ол бізге бар жоқ деп сырттан білді. Ол бізде жасырын төселу әдісі болып саналады. Енді жалпы осы әдісті бүгін сіздер жасырын, яғни әдісі қолданасыздар. Мен сіздерге қазір құрал саймандарды беремін, жалпы жұмыс жасаймыз. Білесіздер, ең бірінші қауіпсіздік ережелеріне таныстырамын. Жалпы жұмыс орнында ең бірінші бізде тазалық және арнайы киімдердің болуы, және де барлық қолданылатын құралдарды абайлап қолдануымыз. Ең бірінші қауіпсіздік біздің бірінші орында болуы тиіс. Мен сіздерге қазір топтық жұмысқа бөліп, яғни екі-үш адамнан топтыққа бөлінесіздер. Сіздерге арнайы стенттер беремін. Соған сіздер жасырын электр сымдарын монтаждау жұмыстарын жүргізесіздер. Оған сіздерге барлығы 30 минут уақыт беріледі. Сол 30 минуттың ішінде сіздер бізде қосқыштарды жалғайсыздар біріншіден. Одан кейін шамдар жалғайсыздар. Яғни ол міндетті түрде автомат. Бұл автомат бізде не үшін? Яғни тоқтық келіп кетуін қадағалау үшін міндетті түрде автомат жалғайсыздар. Және де біз қосқыштар, яғни резеткаларды жалғаймыз. Тоқ келуін қамтамасыз ету үшін. Сіздерге керек болатын міне құралдар ол бізде өздеріңіз мына жерде көріп тұрғандай. Мен әрқайсыларыңызға алюминий сымдар беремін, осы арқылы жалғайсыздар. Қысқыштар, яғни пластик, аккаридар, сіздерге арнайы кесудиялары болу үшін барлығымыз, мен сіздерге қазір белгілі бір мөлшерде сіздерге кесіп беремін. Қажетті сымдарды бұл жабық түрде жатқызуға, ол алюминий сымдар ішінде, сондықтан барлықтарыңыз өз орындарыңызға жайғасыздар. Служба бойынша жұмыс жасайсыздар, яғни бізде автомат, қосқыштар, одан кейін бізде қосқыштарды жалғайсыздар, сосын шамдар және қосқыштарды жалғау арқылы осы схема бойынша жұмыс жасайсыздар.
көзге керекті жерін ғана ашып ал. Ашып ал, дұрыс. Енді осыны жабық. Яғни сәл студенттер қолымызды шамалы жұмыстан демалдырып алайық. Бір кішкене 2 минуттық серпілу сәтін өткізейік сіздермен. Барлықтарыңыз жұмыстарыңызды қоя тұрып, орындықтарыңызды жұмыс орнының шетіне шығыңыздар. Экранға қараймыз. Осы бойынша сәл 2 минуттық серпілу сәтін өткізейік. Яғни қайталаймыз. Барлықтарың өздеріңіз тәжірибе жұмыстарын орындадыңыздар. Яғни енді қорытындылай келе, жалпы бүгінгі тақырыпта бүгінгі сабақта не түсіндік және айта отырмын. Қалай ол именно осы сұлбаны қалай жасады? Айта отырмын. Осы схема қарап, бұл жерде біз неге жалпы айта бердік? Қандай әдіс арқылы жазылады? Электрсымдарын жасырын әдісі арқылы осыны жазады. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың мысалы басында мақсатын айтып өткендей, бүгін біз сіздермен отырып қосқыштарды, розеткаларды, лампаларды жағуды үйренеміз деп айттым. Яғни қорытындылай келе барлығымыз осы әдістерді қолдану арқылы, яғни сол мақсатымызға жетіп қояды. Яғни алдағы уақытта осы әдістермен сіз үй жағдайларында болсын, басқа да жағдайларда дәл осы әдістермен жалғау түрлерін қолдану түрлерін сіздер өз тәжірибелеріңізде қолдансаңыздар болады. Бүгінгі сабақ үшін мен сіздерге алғыс айтамын. Барлықтарыңызға орындаған тапсырмаларыңызға байланысты тиісті бағаларыңызды мен сіздерге журналдарыңызға қойып беремін. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.